Достар, жаңа жыл құтты болсын. 2018 жылда келіп жетті. Бірақ бұл видео кішкене кешірек болып жатыр. Жаңа жыл жақсылықтарға толы болсын, табыстар мол болсын. 2018 жыл дегенде жақсы сәттер есте қаларлықтай болып, жақсы жыл болып өтсін. Мен 2017 жылды шынымды айтсам жібергім келген жоқ, өте жақсы жылдардың бірі болды. Қаншама жақсы сәттер есімде қалды. Мен бұл туралы видео түсірген жоқпын, бірақ инстаграмда бұл туралы жазып кеткен болатын, егер қарасаңыздар. Ал енді келесі видеоларды қараңыздар, үзінді видеолар. Қандай әдемі сыйлықтар. Сырғалар барлығы Forever 21. Ал мына жерде корона және Т әрпі. Бұл екеуі екі бөлек сырға. Бөлек тұрған. Маған барлығы өте қатты ұнады. Өте әдемі. Анама үлкен рахмет. Ал бұл менің өз достарыма арнаған сыйлықтарым. Өте әдемі, әр адамға өзінің тиісті жазуларымен. Менің екінші шаригім. Жаңа букетті ол көрмей қалды. Жаңа жылдан соң менде жұмыс басталып та кетті. Келесі видеода тәтем екеуміз жұмыс арасында демалысымыз. Мен жаңмен видео. Біздің бақтануға келдік. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean of devotion? Are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? Сәлем достар, мен қазір жұмыстамын. Жұмысым ол өзімнің Динара косметик дүкені, яғни бұнда тек қана косметикалар немесе әртүрлі сыйлықтар табуыңызға болады. Алдағы видеода көрген сияқты. Оған дейін де бұны айтып беретін болсам, Динара косметик деген инстаграмда менің аккаунтым бар. Сол аккаунт бойынша тек тапсырысты қабылдап, оны қала ішінде жеткізулермен айналысып жүрдім. Оған бір жылдай уақыт болып қалды. Сондықтан осы менде демалыс берілді. Осы демалыста 2018 жылдың басында осы дүкенді ашып жібердім. Жоспарымдағыдай, ойымдағыдай бәрі шүкір бәрі жақсы болып өтуде. Маған ұнады, бірақ менде жақында сабағым басталады. Енді ол жағын қарастырмап, менің орныма кім тұрады. Үйде демалысымда құр жатқанша осы жұмысты істеп көрейін деген ойымда болған. Бәрі ойымдағыдай, бәрі жақсы болып өтті. Егер де тапсырыстарыңыз болса, міндетті Динара косметикқа жазыңыздар. Мен өзім жеткізулермен айналысамын. Тапсырыс беріңіздер. Мен осы жерде жұмыс жасайтынмын бұрын. Мұнда бұл мен кабинетім болған. Мен мектебім. Біз қайтып бара жатырмыз, далада қар жауып тұр. Күшті болып тұр, я дала. Мектебім жанынан кетіп бара жатырмын. Сонымен бірге мен жаңа ғана мектептен келдім. Негізінен Динара косметик ол мектепке тура қарама-қарсы орналасқан. Мектепке барғанда мұғалімдерімді көрдім, бітірткізген. Менде 9-шы сыныпқа дейін басқа мұғалім, 10-шы сыныптан бастап 11-ді бітірткен басқа мұғалім болды. Мұғалімдеріме өзіме сабақ берген апайларыма барып кеттім. Бәрі қуанышты, көріп қуанып қалдым. Бұрынғы кездер, мектеп кезіндегілер бәрі есіме түсіп кетті, ең қызық сәттерім. Сағындым. Сіздер әлі мектепте оқисыздар ма, әлде универде, немесе жұмыс істейсіздер, білмеймін. Мектепте сағынасыздар ма, міндетті түрде жазып кетіңіздер. Немесе мектепте болған қандай бір қызықты оқиғаңыз жазып кетіңіз, мен оқысам қызық болады. Мен қазір тіпті біраздан магазин жабамын. Маған осы жылғы зоопаркалар өте қатты ұнады. Төмен қарап жүрген кезде сыртта тіптен көрінбейді, сен кім екеніңді ешкімді танымайды. Маған сол жер қатты ұнады. Өте жұмсақ, әдемі, ойыншық сияқты болды. Мен жаңа ғана үйге келдім, қаладағы жұмыстарымды да бітіріп,
Сонымен қатар Динара косметики линзалар тағы да түсті. Жаңа түрлері әдемі, сонымен қатар қасына контейнермен. Сондықтан мен қазір линзалар көрсететін боламын. Олар өте көп. Линза тапсырыс бергіңіз келсе, Динара косметики тапсырыс. Менің бүгінгі келген линзаларым. Линзалар және мынандай түрде де бар. Осында қатты қағаз сияқты жасалған, өте ыңғайлы екен. Және контейнерлер. Түрлі-түрлісі. Мұнда да түрлі түстер. Менің шаршаңқы түрім. Енді қазір осы линзалардың суреттерін инстаграмға Динара косметики салып отырамын. Сонымен бүгінгі күнгі влог аяқталды десем болады. Келесі күнге дейін қайырлы түн.